Anasın. Buraya. Қызым, біз қазір қазақтың ұлттық тағамын жасаймыз. Қазақ халқы ертеден асты жоғары бағалап қастерлеген қазақтың ұлттық тағамдары түрімен бар. Еттен, сүттен, дәндерден өте көп тағамдар бар. Соның бірі бүгін біз жасайтын тағам тарыдан жент. Бұл тарыны біз жақсылап тұрып күштеп алдық. Енді біз тарыға майды қосамыз. Майды былай ертіп қосады былай. Осыдан кейін қанттың ұсақ ұнтағын қосады. Қазақ халқының дәм тағамдары бидайдан, жүгеріден, тарыдан, күріштен де жасалған. Тарыдан тары көже де жасайды, майсөк, жент жасайды. Шашбау қазақтың қыз-келіншектерінің шаштарына арналған әшекей бұйым. Шашбауды тұрмысқа шықпаған қыз-келіншектер тағады. Және де шашбау қазақтың қыздарын түрлі қара көштерден қорғаушы деген наным сенім бар. Қазақ халқының сан ғасырдан бері келе жатқан ұлттық мұрасы, рухани қазынасы, ұлттық нақыштағы қолөнері. Қолөнердің түрлері де көп. Ішіндегісі ең байғысы ол оюлар. Мінеки қара, бұл құс қанаты. Көрдің бе? Құс қанаты. Аяла, бұл құс қанаты деп аталады осы оюдың түрі. Бұл қошқар мүйіз. Оюлар әсемдік пен сәндікті ғана білдіре бермейді. Оюлар қазақ халқының арман ойының, тілек мүддесін, нышанын білдіреді. Аяла, саған қандай оюдың түрі ұнады? Құс қанаты. Оюлар қанаты. Жарайсың, Аяла. Біз қызым екеуміз қазіргі техниканың дамуы кезеңінде қазақ халқының ұлттық мұрасын, рухани байлығын жоғалтпай өскелең ұрпаққа үйретіп отырған дұрыс деп санаймыз. Назарларыңызға қолының сол.